Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте тез дайын болатын пеште піскен котлет пен картошканың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Фаршымызды аламыз. Оған күштен өткізілген сәбізді қосамыз. Майдалап туралған пиязымызды қосамыз. Онан кейін бір жұмыртқамызды алып саламыз. Татымына қарай тұзымызды саламыз. Және қызыл бұрыш, қара бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Онан кейін сарымсағымызды саламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бір келке етіп араластырамыз. Тұзы бәрі сіңуі қажет. Неке дайын болды фаршымыз котлеттің. Енді ыдысымызды алып, котлеттің формасын сопақша етіп осылай жасаймыз. Барлығын қатарластырып салып шығамыз. Енді біз картошкамызды қойып шығамыз. Котлеттің арасына осылай видеодағыдай қойып шығамыз. Енді бізге қажетті помидорды тура котлеттің бетіне осылай қойып шығамыз. Енді котлетіміз сочный, дәмді болу үшін біз енді заливкасын дайындаймыз. Үлкен қасық томатымызды алып ыдысымызға саламыз. Кішкене тұз саламыз. Лимон шырынын қосамыз кішкене. Онан кейін бұрыш қосамыз, су қосамыз. Және де сұйық май қосамыз. Осылай барлығын араластырамыз. Неке дайын болды. Енді котлеттің бетіне осы заливкамызды жақсылап құйып шығамыз. Котлет сочный, дәмді болып шығады. Енді қызып тұрған пешке 180 градусқа 40-45 минутта котлетімізді пісіріп аламыз. Бір күндік кешкі ас тез дайындалады, тез піседі, өте дәмді болып шығады. Неке дайын болды. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Комментария қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған мен Жанар.